Қайырлы күн 3-ші сыныптың оқушылары. Бүгін сіздермен көбейтудің үйлесімділік қасиеті сабағын жалғастырамыз. 71-ші сабақ, оқулығымыздың 73-74-ші беттері. Психологиялық дайындыққа қарайық балалар. Саған есеп үйреткен, пәнге қара құрметпен, сандарды тура табатын, қиын әрі қызықты математика болатын деп сабақты бастайық балалар. Олай болса, екінші тапсырмадан қарайық. Бірінші тапсырма бұл көбейту болатын. Сондықтан мен екінші тапсырма өзіндік жұмыстан бастап кеттім балалар. Ұзындығы А және В болатын тікбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен тап. Бізге ұзындығымен ені берілген, соны өрнектейміз. Біріншісі 4 см қосу 2 см, көбейту 2. Бұны басқаша, яғни көбейтудің үйлесімділік қасиетін пайдалана отырып, екінші тәсілін қолданамыз. Яғни жақша ішінде сандарды жеке-жеке көбейту. Ол үшін бірінші 4-ті 2-ге көбейтеміз. Сосын 2-ні 2-ге көбейтіп, мәндерін қосамыз. Екіншісіне солай. 5 пен 2-нің қосындысын. Әуелі 5-ті жақшаның сыртында 2-ге көбейтеміз. Сосын ені 2 см-ді жақшаның сыртында 2-ге көбейтеміз. Мәндерін қосамыз. Үшіншісінде 16 см, төртіншісінде ұзындығы 10, ені 2 болса, периметрі 24. Ең соңғысы, ұзындығы 8 см, ені 2 болса, периметрі 20 см-ге тең. Бұл көбейтудің үйлесімділік қасиеті арқылы шығарған есебіміз. Жазып алайық балалар. Енді үшінші есеп, мәтін есеп. Сенбілік күні қаладағы әр мектептің ауласына 5 шырша және 4 қайың отырғызылды. Қаладағы 30 мектептің барлығына қанша ағаш отырғызылды? Есеп не туралы балалар? Есеп ағаштар туралы. Не белгілі мұнда? Шырша және қайың белгілі. Және 30 мектеп бар екені белгілі. Бізден есептен нені сұрап тұр? Барлығын сұрап тұр. Олай болса балалар, есептің қысқаша шарты былай жазылады. Енді шешуік жауабына келейік. Ол үшін біз шырша мен қайыңды қосып 30 мектепке көбейтеміз. Өйткені бір мектепке кетеді ол 5 шырша мен 4 қайың, ал 30 мектепке 270 ағаш отырғызады. Бұны екінші тәсілі бір-біріне жеке-жеке көбейту болады. Мысалы, 5 пен 4-ті көбейтеміз, сосын 4 пен 30-ды көбейтеміз. Мәндерін қосамыз. 5 пен 30-ның көбейтіндісі 150, 4 пен 30-ның көбейтіндісі 120. Екеуінің қосындысы, яғни 150 мен 120-ның қосындысы 270-ге тең. Бәрібір осы мән шығады балалар. Келесі 4-ші шартты оқайық. 4-ші есепке бұл да мәтін есеп. Гүл өсірушіде 80 таушымылдықтың 240 раушангүлдің көшеті болды. Ол әр жәшікке 40 түптен бөліп салды. Оған қанша жәшік қажет болды? Балалар, ол үшін бірінші барлығын қосып аламыз. Яғни таушымылдық пен раушангүлді қосып аламыз. 320 болады. Ал ол бір жәшікке 40 түптен салады. 320-ны 40-қа бөлеміз. Сонда 8 жәшік қажет. Бұл бірінші тәсілі. Міне екінші тәсілі жеке-жеке бөлу арқылы. Бірінші 240-ті 40-қа бөлеміз. Сосын 80-ді 40-қа бөлеміз. Мәндерін қосамыз. Сабағымыз аяқталды балалар. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын.